Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге авокадоның пайдасы жөнінде айтқым келеді. Авокадо дененің жасушаларын вирустық шабуылдардан қорғай алады, өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Ол жасушалық деңгейде қартаю процесін баяулатады. Құрамындағы С дәрумені иммунитетті жоғарылатады және ұзақ уақытқа созылған аурулардан кейін күшті қалпына келтіреді. Тітіркену мен шаршауды төмендетеді. Күшті антиоксидант және сырттан байланысты емес радикалдардың жойқын әсерін болдырмайды. Авокадо асқазан ішек жолдары мен ішектің бұзылуына пайдалы. Сондай-ақ бұл рак клеткаларының дамуына жол бермейді, өйткені авокадо құрамында бастапқы сатысында бар ісіктерді жоятын фитонутриенттер мен фитохимиялық заттар жеткілікті. Жеміс құрамында кальций мен фосфор болуына байланысты сүйектер мен тістерді нығайтады. Сондықтан біз авокадоны күнделікті рационымызға қосқанымыз жөн болады. Сіздерге ақпарат пайдалы болады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.